Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Рамазанға арналған ас мәзірін ұсынатын боламын. Бүгін бізде рукколадан жасалған өте дәмді, жеңіл салат, ташкенттік шай, орама және жент дайындайтын боламыз. Алдымен ораманың қамырын дайындаймыз. Суға тұз, жұмыртқа, шетмай және ұнды қосып, қамыр илеп аламыз. Және де қамырды жұмсақ емес, қаттылау қылып илейміз. Міне қамырымыз да дайын болды. Енді бетін жауып қоямыз. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Фаршқа пиязды блендерден өткізіп, және де көк пияз салып, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын, енді қамырымызды домалақ қылып, жұқа қылып жаямыз. Қамыр дайын болды. Енді үстіне шетмай жағып шығамыз. Одан соң салманың барлығын салып, ораманы орайтын боламыз. Енді осы ораманың үстінен шетмайды жағып шығамыз, сонда өте дәмді әрі сочный болады. Енді өте оңай жент дайындайтын боламыз. Бізге керегі талқан, сары май, сгущенное молоко және де 2-3 қасықтай қант қажет болады. Талқанға майды құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң сгущенное молоконы құйып, және де 2-3 қасық қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Енді жентті әртүрлі формаларға салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Осындай силиконды формаға салып дайындасаңыздар болады. Немесе домалақ шарик түрінде жасауға болады. Жентті кез келген ыдысқа, кез келген формада жасай беруге болады, өздеріңізге ыңғайлы. Осылай домалақ қылып жасап алған соң, кокос ұнтағына аунатсаңыздар да болады.
және де шоколад үстінен құйсаңыздар да болады. Міне жент те дайын болды. Жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямын. Енді салатты дайындаймыз. Бұл салатты дайындау үшін бізге руккола, черри помидорлары, апельсин, фета сыры, қайнатылған қызылша және бальзамический соус қажет болады. Бұл салат өте дәмді әрі пайдалы, жеңіл салат. Сонымен қатар жасалу жолы да өте оңай. Барлық заттарды осылай төрт-бұрыш тығып тура аласыздар да видеода көрсетілгендей барлығын қойып шығасыздар. Және де бұл салатқа тұз, бұрыш, басқа да приправаларды қоспасаңыздар да болады. Өйткені бальзамический соус салатқа өте бір керемет дәм беріп тұрады. Енді мен сүйікті шайым ташкенттік шай дайындайтын боламыз. Өте оңай, толық рецептісі менің YouTube каналымда бар. Бізге қара шай, көк шай, лимон, мята, науат және таза бал қажет болады. Барлығын салып, ыстық суды құйып, жақсылап араластырамыз да және 5-10 минут тұндырып қоямыз. Сонымен шайымыз дайын. Міне 1 сағаттың ішінде жасалатын Рамазанға арналған ас мәзіріміз де дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет.